Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен гренки жасайтын боламыз. Бұл өте тез дайындалатын таңғы астардың бірі болып табылады. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бірінші нанымызды кесіп алуымыз қажет. Нанның түрі, түсі, формасы, жұмсақ немесе қаттылығы ешқандай маңызды емес. Ең бастысы жіңішке және дайындауға ыңғайлы етіп кессеңіздер болған. Бөлек шұңғылдау ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып, тұзымызды қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Кішкене сүт құйып жібереміз. Бұл піскен кезде нандарымыз жұмсақ болып шығу үшін. Енді осы дайын болған массамызға кесілген нандарымызды малып аламыз. Және қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Шанышқының көмегімен екінші жағын аунатамыз. Өте тез дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай жасау жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Әсіресе балаларыңызға дайындап берсеңіздер, сүйіп жейтініне сенімдімін. Ас болсын.